мен оның достары Питердің қазынасын ұрлап Не болды? Қазынам жоғалып кетті. Олардың қылмыстарын мойындауларына тура келетін жоспар ойлап табады. Ішінде олар қолданатындай не болуы мүмкін? Кілт. Не? Қазынамды қайтарған кезде ғана есікті ашамын. Бірақ қазынаң бізде емес қой. Өтірікші. Ол жерге менің айтуым бойынша келдіңдер. Демек, қазына сендерде. Қазына қорабы дүкен. Питер қазынасын қайтарып алады. Сөйтіп екі дос жетістіктерін ағаш үйде атап өтеді. Алайда оларды Уильям аңдып келген болатын. Ертең ағаш үй біздікі. Ағаш үйді құтқару. Әй, не істеп жатырсың? Осылай тұрса әдемі көрінеді. Хайди, ол жерде ешкінің мүсіні тұрғаны дұрыс. Бірақ қарашы, әдемі ғой. Гүлдер қыздарға арналған. Жә, заттарымды орнынан қозғағаныңды қаламаймын. Бұл менің ағаш үйім. Мен не десем, сол болады. Түсінікті. Не түсінікті? Бұл менің ағаш үйім, демек, маған қалай ұнаса солай қоямын. Кейде атам мақсап кетесің. Сенің әлеміңе өзгеріс енгізетін ойым жоқ. Бүгін үлкен іс тындырдық. Ағаш үйіміз жасасын. Жасай берсін. Өтірік айтпағаныма көздерің жетті ме? Олардың ағаш үйін тапқаның рас, алайда оны ала алмаймыз. Мен олай ойламаймын. Ол үй біздікі болады. Осыдан қараңдар. Олай мақтанба. Мақтанып тұрғаным жоқ. Алдын ала жақсылап жоспар құрсақ, олардың сазайын беріп жеңіске жетеміз. Алдымен жауынгерлер секілді қару-жарағымызды алып келейік. Дұрыс айтасың, Уильям. Жүріңдер. Жігіттер. Өзіме жүктелген міндеттерді орындай отырып, мен яғни Дорфли патшасы Карл Уильямның алдыма келгенін қалаймын. Сонда сендер ағаш үйге шабуыл жасамақсыңдар ма? Тізе бүгіп ант бер, Уильям қолбасшы. Семсерді басыңа қою арқылы сені Дорфлидің қолбасшы Уильямы деп жариялайым. Сізге деген алғысым шексіз, ұлы мәртебелім. Бүгіннен бастап патша мен оның патшалық үшін шайқасатын боласың. Дегеніңіз болсын, ұлы мәртебелім. Дайын бол, ақмақ бақташы. Ендеше ағаш үйің ертең біздікі болады. Қания Дорфлидің қолбасшы Уильямы, қылышымызды қайрайтын сәт келді. Қайдағы қылыш, арманшыл ақмақтар. Мен, яғни Тереза ханшайым, ағаш үйді шайқассыз қолға түсірудің тамаша тәсілін білем. Ғажап. Сенің ағаш үйің мен үшін ең керемет орын, Питер. Рахмет. Үйімді тазалағаның үшін рахмет. Сән дегенің үшін де. Мұнда ертең келеміз бе? Ертең жексенбі, демек ешкі бақпайсың. Ендеше ертең нан мен сүт ала келем. Ал мен ірімшік алып келем. Уақытымыз тамаша өтетін болды. Кеш батпай тұрғанда үйге қайтуым керек. Атамның мені ойлап уайымдағанын қаламаймын. Жүр, Чипи. Келесі кездескенше, Питер. Иә, кездескенше, Хайди. Абайла. Қайырлы таң, Чипи. Қайырлы таң, Джозеф. Қайырлы таң, ата. Қайырлы таң, Хайди. Бір кісінің қайда асыққанын Құдай білсін. Бүгін Питердің ағаш үйіне барамын. Ол жер маған қатты ұнайды, ата.
көрсеңіз ғой соны. О, көргім келеді әрине. Бірақ ол мен үшін құпия орын. Маған онда баруға болмайды. Демалып келуіңе рұқсат бердім. Маған тамақ қалдырмай бәрін салып алғаның не? Әлде бір жола көшейін дедің бе? Жарайды, жолдарың болсын. Жарайды ата, ендеше кездескенше. Қайди? Ештеңе ұмытқан жоқсың ба? Аяқ киіміңді айтам. Hey! Сәлем, Питер. Сәлем, Хайди! Сізге біраз тағам мен сүт алып келдім. Мен ірімшік алып келдім. Және өте дәмді жаңғақ теріп алдым. Hey! Питер! Сол жерде тұр, Хайди! Сендер менің ағаш үйімде не істеп жүрсіңдер? Атқылауды доғарыңдар. Карл, тез арада төмен түс! Жеңілісіңді мойында, ақмақ бақташы. Шаман келсе қайтарып ал. Бұл енді біздің қамалымыз. Не? Сенің орнында болсам, ешкім білмейтін жаңа құпия орынды іздеуді бастар едім. Бұларың дұрыс емес. Бұл Питердің ағаш үйі. Дұрыс бұрысында шаруам жоқ. Қамал енді біздікі, ақмақ бақташы. Бізден ешқашан тартып ала алмайсың. Ha? Қазір сазайыңды беремін. Ақмақ бақташы, саған арналған сыйлығымыз бар. Жоқ! Бұлардың үшін жауап бересіңдер әлі. Питер, бәрі дұрыс па? Өзің қалай ойлайсың? Ағаш үйді қайтарып аламыз, Питер. Бір шешімін табамыз. Питер, ақымақ екенсіңдер. Питер, не істеп жүрсің? Қазір барып ағаш үйді өзіме қайтарып аламын. Мына емен жаңғақтармен оларды атқылаймын. Сонда көреміз, қорыққандарынан қашып кетеді. Олармен шайқасудың қажеті жоқ, Питер. Одан да бірігіп жоспар құрайық. Білесің де, мен ешкіммен шайқасқым келмейді. Шаршағаннан өздері-ақ босатады. Мен ағаш үйді салғалы бері, олар мені аңдумен келеді. Шаршап кеттім. Ақыры тартып алды міне. Сондықтан оларға қарсы шығуым керек. Сонымен, маған көмектесесің бе? Одан да екеуміз атама барайықшы. Оның бізге көмектесері анық. Олардың ағаш үйді тартып алуларына жол бермейміз. Маған атаңның көмегі керек емес, Хайди. Ағаш үйді өз күшімізбен алуымыз керек. Ағаш үй үшін және өзіміз үшін. Шайқасқа баруымыз керек, түсінемісің? Ағаш үйді қорғай алмасақ, не үшін ант бердік сонда? Хайди? Хайди! Су жүрек қояндай қаша жөнелді. Екінші қайтып келмейді. Жарайды. Сонымен, енді ханшайымдарыңа шай әзірлеңдер. Шай? Ханшайым? Иә, солай. Ағаш үйге мен айтқан жоспардың арқасында таң ата басып кірдік. Демек, менің айтқанымды орындайсыңдар. Солай келіспеп педік. Енді мен осы қамалдың ханшайымымын. Ал сендер менің айтқанымды бұлжытпай орындауларың керек. Бірақ біз жауынгерміз ғой, Тереза. Саған қызмет көрсете алмаймыз. Біз тек қамалды қорғаушы жандармыз. Уәденің аты уәде. Жарайды. Бәрібір жауларымыздың шабуыл жасағанын күткеннен басқа жұмыс жоқ. Сонымен шайым қайда? Уильям мырза? Шай ішкіңіз келе ме, ханшайымым? Рахмет, жауынгер. Бұл жолы не ойлап табатындарын көрейін.
келіп қойдың ба Хайди? Питер екеуміз ренжісіп қалдық. Не боп қалды? Карл, Тереза және Уильям Питердің ағаш үйін тартып алды. Қайтарып беретін ойлары жоқ. Питер олар жеңілгенге дейін шайқаспақшы. Питермен бірге шайқаспай кетіп қалдым. Сонда менің адал дос болмағаным ба? Шайқасу арқылы ештеңе шешілмейді Хайди. Демек сен дұрыс жасағансың. Бірақ Карл Питердің ағаш үйін тартып алды. Бұл әділетсіздік. Әділетсіздік екені анық. Оларды жақсылап тәрбиелеу керек секілді. Шіркін-ай, бір шешімін таба алсам ғой, бірақ шайқасқым келмейді. Хей, Джозеф! Қорқып кеттім ғой. Ата, Джозеф мәселенің шешімін табуға көмектескен секілді. Шайларың өте дәмді екен. Тағы бір саптаяғын ішуге қарсы емеспін. Жауынгерлер? 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31. Менде 31 жаңғақ, Уильям. Сенде ше? 22 және 23. Ойын ойнап жатқан секілді қой. Бірақ біз соғыста жүрміз, ханшайым. Біздің дайындалуымыз керек. Жаңғақтар мен ешкі құмалақтары дайын болу керек. Ақмақ бақташы кез келген сәтте келуі мүмкін, Тереза. Жалығып кеттім. Менің басқа ойын ойнағым келеді. Оған қоса қарным ашты. Жаңа ғана ішіп едің ғой, ханшайым. Несіне жетсесің? Рас айтам, одан да қыстаққа қайтайықшы. Барып менің ауламда ойнаймыз. Мына құмалақтардың естерінің жаманын-ай. Жоқ, кете алмаймыз, Тереза. Біз қамалымызды қорғауымыз керек. Эй, Карл! Жаныңның барында үйімді босат. Әйтпесе сазайыңды бере. Оның бола қоймас, бақташы. Енді мына ағаш үй біздікі. Уильям, барда қаруымызды алып кел. Құп болады, ұлы мәртебелім. Енді шабуылды бастауыма болады. Не болып жатыр? Ешкінің құмалақтары ақмақ. Міне сендерге. Қарақшылар! Уильям, жүр, тығылайық. Тез арада ағаш үйімді босатыңдар. Питер! 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 Хайди, көмекке келдің бе? Питер! Питер, бұл жерден кетуіміз керек. Тезет, мына жақта аю жүр. Не? Аю? Өз көзіммен көрдім. Саған көмектесуге келе жатыр едім. Кенет аюды көрдім. Аю? Бірақ Хайди, бұл орманда ешқашан аюлар болған емес қой. Аю? Жүр кетейікші, Питер. Аналарға да айтуымыз керек. Аю, келе жатыр. Эй, Карл, қашыңдар тез. Төмен қарай түсіңдер. Ол расымен аю. Осылай боларын білген. Аю дейсің бе? Мынауың қызық екен. Мүмкін бізді алдып соққылары келетін шығар. Эй, естіп тұрсыңдар ма? Тез арада төмен түсіңдер дейм. Аю осында келе жатыр. Өтірік айтасың. Бізді қорқытып ағаш үйді тартып алғың келеді ғой, я? Жоспарың іске аспайды, ақмақ бақташы. Жоқ, көргенім рас. Алып қоңыр аю келе жатыр. Мынау расымен аю ғой. Тез арада кетейік. Ешқайда бармаймыз. Біз қауіпсіз жердеміз. Аюлардың ағашқа өрмелеп шығалатын білмейсіңдер ме? Тез арада төмен сөйлерің керек. Неге қақиып тұрсыңдар? Бұл өте қауіпті. Қаштық. Мен түсем. Дауысы мына жақтан шығып жатыр. Қашайық. Эй, мені күтсеңдерші. Питер, былай жүр.
Бірақ қайди? Ол осында келе жатыр. Питер, мен... Ата, тездетіңіз. Бұл маңда аю жүр. Мына жерден қашуымыз керек. Атам нағыз әртістің өзі. Расымен де әртіс екен. Бұл Хайдидің ойлап тапқаны. Рас па? Қызық екен. Аюлардың дауыстарын естімегелі біраз жылдар болып еді. Біз алыстап кеттік. Қауіп жоқ. Олар қайда? Соңымыздан келе жатыр еді ғой. Олар бізді алдап соқты. Алдағандар рас болса, мен олардың сазайларын берем. Егер расымен аю болса қайтеміз? Ей, тоқтаңдаршы! Жақсы, қолымнан келгенше көмектестім, енді үйге қайтайын. Ата, бізге көмектескеніңізге рахмет. Үйге кешікпей кел, Хайди. Я, кешікпеймін, ата. Айттым ғой. Олар бізді алдап соқты деп. Енді ағаш үйді қайтып алмақшы. Істегендер үшін жазаларын береміз. Хайди, тездет. Ай! Қанекей. Сені мақ-мақ бақташы! Осыдан сазайыңды бермесем, ақмақ бақташы. Ағаш үй түбі менікі болады. Нағыз шайқас енді басталды. Әлі өкінетін Бойың боласың. қызғанышқа толы, себебі Питер секілді ағаш үй жасай алмайсың. Питердің не жазығы бар? Мықты болсаңдар, неге өз ағаш үйлеріңді жасамайсыңдар? Мен қызғанып тұрған жоқпын. Ендеше не үшін үнемі Питермен соғысасыңдар? Ол сендерге сонша не істеп қойды? Қаласаңдар, ағаш үйлеріңді жасауға көмектесейік. Не? Хайди, жоқ! Олар сонда ғана бізді жайымызға қалдырады. Бұдан былай ағаш үйіңді ойлап алаңдамайтын боласың. Олардың үй жасауларына ешқашан көмектеспеймін. Көмегіңнің бір тиынға қажеті жоқ. Ағаш үйімді өзім жасай. Сенімдісің бе? Үй жасау көп уақытты қажет етеді. Жазғы демалысыңды соған арнамақпысың? Не істеу керектігін жақсы білем. Уайымдамай-ақ қойыңдар. Көзді ашып жұмғанша дайын болады. Кімнің ағаш үйі мықты екенін сол кезде көреміз. Жүріңдер. Алақай, ағаш үйімізді сақтап қалдың, Хайди. Бір емес, екі рет. Қане, тез арада үйімізді құмалақтардан тазартайық. Кір болып кетіпті. Міне, құпия үйімізге қош келдіңдер. Мынауың құлап қалмай ма? Жуық арада боран соқпайтын шығар. Аяқтайтын біраз жерлері бар, дегенмен жаман емес, сөзіме сеніңдер. Аяқтайтын біраз жерлері. Бәрін қайта жасайым. Иә, одан да қыстақта ойнағанымыз дұрыс секілді. And get some new fossils?
would have helped them make a treehouse. If that means your treehouse is safe, yes. To the best treehouse ever, and to your victory. To your treehouse. To our treehouse.